Мемлекет және қоғам қайраткері, қазақ өнерінің негізін қалаушы Темірбек Жүргеновтің туылғанына 125 жыл толуына орай еліміздің түкпір-түкпірінде ол кісіні еске алу шаралары өтуде. Қазақ халқында Темірбек Жүргенов деген адам ол жалғыз және өте бірегей адам. Ол кісінің осындай түрксой көлемінде аталып жатылуы 125 жылдығы. Ол біздің халық үшін өте үлкен мәртебе. Соған орай біз ұлттық өнер академиясы Жүргенов атындағы көп шаралар ұйымдастырды. Мемлекеттік деңгейде, кәдімгі республикалық деңгейде ұйымдастырдық. Алматыда Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінде Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына орай білім мен ұлт өнерін өркендеткен тақырыбы бойынша Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының ғалым ұстаздар мен студенттер арасында кездесу кеші өтті. Темірбек Жүргеновтың 125 жылдығына арнап мерейтойымызды өткізіп жатырмыз. Біздің осы кездесу кешіміздің бір ерекшелігі бар басқалардан. Ерекшелігі біз осы кездесу кешіне Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық академияның ғалым ұстаздарын, театр актерлерін, сонымен қатар биыл осы академияны бітіруші студенттерді шақырып отырмыз. Қазақ мәдениетінің дамуына зор үлес қосқан тұлғаның есімін халық жадында сақтап, өнегелі ісін жастарға үлгі ету мақсатында өткен шарада Темірбек Жүргеновтың өмірі мен қызметі жайлы баяндамалар жасалды.